Кайырлы күн. Сәрсенбінің сайтында YouTube жобасының кезекті шығарылымының қонағы Абай ауданының Ахмет Байтұрсынұлы атындағы мектеп гимназиясының оқушысы Фаган. Фаган, қош келдің, сені көргеніме қуаныштымын. Сәлеметсіз бе, рахмет. Ең әуелі өзіңді таныстырып өтсең. Мен Махмудов Фаган, 9-сынып сынып оқушысы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы мектеп гимназиясында оқимын. Мен біздің мектебіміздің президентімін. 2009 жылымын. Ал ұлтың? Ұлтым Азербайжан. Керемет. Фаган, ал сен қазақша қалай, қашан үйрендің, сол туралы айтып өтші. Мен достарым футбол ойнағанда қазақ тілінде сөйлесетін еді. Мен түсіндім, бірақ сөйлей алмадым. Сосын бірнеше апта өтті, достарым маған үйретуге бастады. Мен бастадым сөйлеуге. Солай қазір жақсы сөйлеймін. Қазақ тілі қазір маған ана тілім сияқты. Тамаша. Қазақша үйренуде қиындықтар болды ма? Жоқ, болған жоқ. Жақсы болды қазақ тілін үйрену. Жақсы. Ал жаңа достарыңмен ойнағанда бос уақытында не істейсің? Достарыңмен бірге көп бос уақыт өткізесің бе? Я өткіземін. Бірге футбол ойнаймыз, спортқа барамыз, мектепте бірге оқимыз. Мен кітап оқимын, футбол ойнаймын, спортты қатты жақсы көремін. Ал спорттың тек футбол түрімен ғана айналысасың ба, әлде басқа түрлерде қызықтырады? Футбол, бокс. Ал Фаган, болашақта қандай маман иесі болғың келеді? Осы спорт саласында өзіңді дамытасың ба, әлде басқа салада өзіңді? Басқа. Болашақта мен қазақ тілі мұғалімі болғым келеді. Неге ол сала сені қызықтырды? Қазақ тілін үйрендім, маған ұнауға бастады қазақ тілі. Енді мұғалім болғым келеді, басқа балаларға да үйреткім келеді. Жақсы. Ал қазақ тілін оңай үйрену үшін не істеу керек? Көп оқу керек, практика болу керек, достармен бірге жүру керек. Жақсы. Фаган, жаңа бір сөзін айтып қалдым, бос уақытында кітап оқимын деп. Қазақ ақын жазушыларын оқисың ба? Өзіңнің сүйікті шығармаларың, ақын жазушыларың кім? Я әдемі шығармашыларды оқимын. Мұхтар Әуезов, Ахмет Байтұрсынұлы, Абай Құнанбаевты оқимын. Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақыты» маған ұнайды. Ал үш бақытынан бізге оқып бере аласың? Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қоймаймын, қымбатырақ алтыннан нарқын менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кейде дүниеде түнілсем де, қасиетті тілімді түнілмедім. Жақсы. Ал енді осы қысқы демалысыңды қалай өткіздің, сол туралы айтып өтсең. Қысқы демалысым өте жақсы, маған ұнады. Достарыммен киноға бардық, отбасымызбен жаңа жылды құттықтадық, отбасымызбен Балқашқа бардық. Жақсы. Фаган, ал енді отбасың туралы айтып берші бізге. Отбасымда 4 адам бар. Ағам, анам және әкем. Отбасымда біз Азербайжан тілінде сөйлейміз. Ағам мен мен кішкене қазақ тілінде сөйлейміз. Ал отбасында салт-дәстүр, қандай салт-дәстүрлер ұстанасыңдар? Екі ұлттың да салт-дәстүрін қатар ұстанамыз. Мысалы, Наурыз мейрамын тойлаймыз. Фаган, жаңа мектеп президентімін деп айтып қалдың, қандай жауапкершіліктері бар, немен айналысасың? Мектепте мұғалімдерге көмектесемін, жұмыстарға көмектесемін. Фаган, сенің қандай армандарың бар? Мен арманым кәсіби футболист болу, Турцияда жасау. Сосын отбасыма үлкен үй алу. Фаган, ал демалыс күндерін қалай өткізесің? Демалыс күндері мен таңертең тұрам, мамама, папама көмектесем, сосын футболға барамын. Фаган, бізге уақыт бөліп келгеніне рахмет. Өзімен әңгімелескеніңізге, танысқанымызға қуаныштымыз. Алдағы оқу жылыңа сәттілік тілеймін. Рахмет, жақсы сау болыңыз. Құрметті көрермен, бүгінгі шығарылымыз осымен аяқталды. Келесі сәрсенбіде кездескенше.